ха-ха байланысты астрономиялық ертегі. Ха-ха-ха. Қызықтар білдірмеміз егер. Ал, ендеше бастайық. Қараңдаршы достар, жұлдыздар бүгін таңғаларлықтай жарқырап тұр. Бірақ олар неге кейде күңгірттеніп алыс болып көрінеді? Шынымен де жұлдыздардың бір бөлігі өздерін тым жасырын ұстап жатыр ма, әлде біздің телескоптар нашар ма? Ха-ха-ха. Ой, бұл жағдай менің көмекке келуімді қажет етеді. Мен ха-ха-хам, және мен жарық сәулелерінің бағытын бұруды өте жақсы көремін. Мәссаған, сен жарықтың бағытын өзгертуге қабілеттісің бе? Бұл сенің супер құралың ба? Дәл айттың. Мен жарықтың бағытын атмосфераның тығыздығына байланысты бұрамын. Сосын жұлдыздар өздерін алыстан көретіндей өте жақын сияқты көресіңдер. Мен олардың көздерімен алдаймын, бірақ оларға бұған ренжімейді, өйткені ол табиғаттың заңдары. Мен түсіндім. Яғни сен жұлдыздарды басқа бір әлемге жібереді екенсің ғой. Сосын олар жерге қайтып келгенде жаңаша көрінеді екен ғой. Ал біз оларды күңгіртте қояды екенбіз. Дәл солай. Енді менің жұмысым сондай ғой. Аспан денелердің жарқырауын өзгертіп, керемет емес пе? Ал бірақ біз ғалымдар болсақ та жарықтың қалай бұрылатынын әрдайым дәл түсінбейміз. Мысалға айтайыншы, бір күндері планеталардың орбиталарында тұман пайда болады. Ал біз олардың артынан қарағанда олар қараңғы. Бірақ адамдар қашан көреді деген сұрақ пайда болып, біздің жан дүниемізді мазалатады. Тұман? Бұл не деген сұмдық? Астрономдар болса өзі күліп отырғанда планеталар қалай күледі? Жарықтың бұрылыстары мен жерге түскен жарықтардың күлімсіреуі. Мысалы, жерде жарық түсіп, ол да бізде кенеттен бізге қара болған жұлдыздар бізге бірден көріне бастай ма? Бұл өте даулы пікір деп ойлаймын. Шын айтасыз, бәрі де дұрыс емес. Ғаламның құпиялары мен жарықтың бүкіл сырлары мен құбылыстары туралы жаратқан бұрылыс. Ендеше бізді тауып көріңіздерші, біз кім болдық сонда? Ха-ха деген кім? Дұрыс таптыңыз. Нешінші топ?